Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін әйел табиғаты туралы, жалпы әйелдің әр әйел оқуы тиіс бір 3 кітап туралы айтып бермекшімін. Бұлар өте тамаша кітаптар, маған қатты ұнаған кітаптардың бірегейлері деп айта аламын. Ең біріншісі ол Хелен Андалиннің «Очарование женственности» кітабы. Бұл кітап мен үшін открытие дейді ғой, сондай болды. Жалпы әйел адам қандай болу керек? Мен тіпті оқып отырып, бұл бір мұсылман әйелдің жазған секілді маған көрінді. Өйткені сондай бізге өте жақын, біздің менталитетімізге жақын әйел күйеуімен қарым-қатынас қалай ұстау керек, өзін қалай сөйлеу керек, барлығы, тіпті қалай күлу керек. Қолмен жалпы қалай андай жест дейді ғой, жест тілі дейді ғой, соны қалай істеу керекмін, соған дейін жазылған бір тамаша кітап. Мен бұл кітаптың саммарийін да жасадым, оны да оқып көрулеріңізге болады. Орысша оқымаймын дейтін болсаңыздар, сондықтан қайдан аламыз десеңіздер, мына төменде көрсетілген инстаграмда немесе WhatsApp нөміріне жазуларыңызға болады, солай ала аласыздар. Сондықтан бұл кітапты егер сіз әйел заты болсаңыз, міндетті түрде оқыңыз дер едім. Ал одан кейінгі екінші айтатын кітабым бұл Ольга Валяеваның «Предназначение быть женщиной» деген кітабы. Бұл да әйелдің табиғатына қатысты, әйелдің орнына қатысты семьядағы, әйелдің қандай болу керек, тіпті оның көйлек киіп жүру тиіс екендігі, қалай сөйлеу қажеттігі, барлығы айтылады. Бұл да бір ғажап кітап, әйелдердің табиғатының қалай бұзылғандығына дейін сипатталады. Жалпы бұл автордың өзі қазір Балида тұрады, 5 баласы бар, және сүйікті әйел деп айтуға болады. Кезінде өзі джинсы киіп, шашын еркектер секілді еркекше ораландырып, яғни қиып жүрген адам, қазір ұзын көйлек қана киеді, шашы ұзын деген секілді бір әйелдің жалпы предназначениесі туралы тамаша баяндалған. Мынау қалыңдығына қарап қорықпаңыздар, бірдемен оқып шығасыздар. Ал үшінші ұсынатын кітабым бұл «Ең бақытты әйел», яғни Данияр Сүлейменовтің әйелдің табиғатына қатысты, әйелге қатысты дінде қандай көзқарас бар, дінде қандай қарым-қатынас жасалу керек, міне соның барлығы баяндалады. Бұл кітап арқылы жалпы дініміз арқылы әйел өзін бақытқа қалай жеткізеді, міне сол сипатталады. Бұл да ғажап кітаптардың бірі, маған қатты ұнаған. Егер қайдан аламыз десеңіздер, төменде көрсетілген Marfu.kz инстаграмда жазыңыздар, немесе WhatsAppқа жазсаңыздар, кітап алғым келеді деп сіздерге міндетті түрде жауап береді. Әйелдің табиғатына қатысты сіздер қандай кітап оқыдыңыздар, жалпы әр әйел оқуы тиіс деп қандай кітаптарды айтар едіңіздер, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар, және осы видеома лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Мына қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Егер бұл қоңыраушаны бассаңыздар, сіздерге мен жаңа видео салған кезде бірден хабарландыру келіп тұрады. Және инстаграмыма да жазылыңыздар, ол жақта да керемет ақпараттар бар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мына кітаптарды егер сіз әйел заты болсаңыздар, міндетті түрде оқыңыздар, өкінбейсіздер дер едім. Каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.